Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі 1 сынып 95 сабақ. Тоқсан бесінші сабақ заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Кәне өлеңді мәнерлеп оқиық. 3 бала. Бір ауылда 3 бала. Олар құрдас 3 жаста. Бірақ олардың қылықтары 3 басқа. Біріншісі шыңқ етпе, тиіп кетсең жылайды. Екіншісі бір қыңыр, ақыл айтсаң тулайды. Үшіншісі елгезек, бәрімізге ұнайды. Нұрхан Жанаев деген кісінің өлеңі екен. Енді өлеңде не туралы айтылған дейді. Өлеңде не туралы айтылған балалар? Өлеңде 3 бала, бір ауылда тұратын 3 баланың мінезі жайлы айтылған, иә? Олардың жасы 3-те екен. Олардың әрқайсысының мінезі әртүрлі екен. Өлеңдегі балалар туралы өз ойыңды айт дейді. Қандай балалар бар екен? Бірінші бала қандай екен? Жылауық бала екен. Шыңқ ете қалады екен. Тиіп кетсең жылайды екен. Ол мінез жақсы ма балалар? Жоқ, әрине ондай мінез жаман. Екінші бала қандай екен? Екінші бала бір қыңыр, ақыл айтсаң тулайды екен. Мінезі қыңыр бала екен. Ол да мінез жақсы емес. Үшінші бала елгезек, бәрімізге ұнайды екен. Елгезек, ақылды бала екен ол. Оның мінезі өте жақсы екен балалар. Екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз дейді. Мақалды бірінші оқып алайық. Бірінші байлық, денсаулық дейді. Осыны кәне дәптерімізге түзу отырып, әдемілеп дәптерімізге жазайық. Көркем түрде жазайық. Нешінші сұрағына жауап беретін сөзді тап дейді. Балалар, нешінші деген сұраққа қай сөз жауап береді? Қарайық. Нешінші байлық, денсаулық? Бірінші байлық, денсаулық. Бірінші деген сөз бұл заттың санын білдіреді. Келесі үшінші жаттығуға қараймыз. Көп нүктенің орнына суреттерді қойып, сұрақтарға жауап бер дейді. Мағжанда қанша нүкте бар екен? Нүкте бар дейді. Бізде суретте не көрсетіліп тұр, балалар? Асық көрсетіліп тұр. Сонда Мағжанда қанша асық бар? Санаймыз асықтың санын. 3 асық бар. Дұрыс, балалар. Келесі, тауықтың неше суретте не көрсетілген? Балапандар. Тауықтың неше балапаны бар? Санап көрейік, балалар. 1, 2, 3, 4. Тауықтың 4 балапаны бар. Торда неше суретте не белгіленген? Тотықұс. Торда неше тотықұс отыр? Суретке қараймыз. Біреу ғана екен. Торда 1 тотықұс отыр. Келесі тапсырмаға қараймыз. Сұрақтарға жауап жаз дейді. Толық түрде жауап жазамыз. Сен неше жастасың? Мен 8 жастамын. Жарайсыңдар. Келесі жылы неше жасқа толасың? Келесі жылы 9-ға толамын. Бұл толық жауап беру болады. Сыныбыңда неше оқушы бар? Сыныбымда 24 оқушы бар. Жарайсыңдар, балалар. Дәптерімізге өте әдемі етіп, көркем етіп, осы сұрақтар мен жауаптарды жазамыз. Мен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ ұнаса, түсінікті болса, лайк басып, тіркеліп, қолдап кетейік.